Sizin ömürge ben selam dostlar, sizin ömürge biz Master Dancho. Mine biz bugün biz ерекше кровать яғни төсектер жайлы айтатын боламыз. Міне осындай төсек салуға болады. Міне осындай плитамен бітеп тастай қоясыз. Сосын міне мынандай төсек салуға болады, жатуға ыңғайлы, жақсы. Міне өте керемет төсек. Керемет, сөз жоқ. Сіздерге салып көрсетсем, уақыт көп кететін сияқты, мен асығыс едім. Келесіде салып көрсетсем, ренжімеңіздер. Қазірше осындай кішкентай айтайын деп жатқаным, міне осындай төсек салуға болады. Біз қарапайым машинада ешкім 2 лайктан басқа лайк жоқ, плиз лайк басыңыз. Комментарий жазыңызшы, өтінемін. Дым комментарий жоқ, вообще комментарий жазбайсыңдар. Дым комментарий жоқ, дым қызықпаймын, вообще комментарий жазбасаңдар. Короче, Мастер Данчо деп қойғанын Иса маға өзінің каналын маған берді. Сондықтан мен түсіретін боламын. Менің атым Данчо. Ал былай сұрақ жауапта ғана айталам. Ол үшін сұрақ жауапта сіздер ВК-да Данчо Адай деген неге жазсаңыздар болады. Данчо Адай деп тұрады. Соған сұрақтарыңызды айтыңыздар. Мен сұрақтар жиналғаннан кейін барып сұрақ жауап несін түсірем. Содан кейін не болды, қалай болды, мен кіммін, және солда білесіздер. Әзірше видеоны аяқтаймыз. Қазір сіздерге бірдеңе айтып жіберетін жағдай, как тұрыңыздар. Достар, Дико KZ'тің каналына жазыламыз. Ода FNAF, Noob Pro'ға қарсы, Counter-Strike, выживание, және де Let's Play жанрында көптеген ойындар түсіреді. Сәлем көрші түсіреді. Көптеген ойындар түсіреді. Каналында жақсы. Каналында 5962 подписчигі бар. Канал жақсы, өте жақсы, керемет. Жазылып кетіңіздер, канал дамый берсін. Сосын достар, сіздерге айтарым, маған интро керек, сондықтан маған интро жасап бересіздер бе деп сіздерден не сұрайын деп отырмын, көмек сұрайын деп отырмын. Сондықтан сіздер интро сұрағым келіп тұр, ұят болмаса енді интро жасап беріңдер, өтінем. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Кроваттар жасап көріңіздер. Дико KZ'тің каналына тіркеліңіздер. Ал сау.